Кеш жарық қымбатты телекөрермендер, эфирде жастар жалыны бағдарламасы. Тізгіндемен Лаура Бақытжанқызы. Елімізде ауылдық мектеп оқушыларының талантын ашуға, олардың лайықты білім алуына бағыт-бағдар беретін Айқанат олимпиадасы жыл сайын ұйымдастырылу үстінде. Күні кеше ғана біздің ауданаралық Айқанат олимпиадасының алғашқы кезеңі өз мәресіне жеткен болатын. Осыған орай бүгінгі студиямызға Айқанат 2021 олимпиадасының жеңімпазын арнайы шақырып отырмыз. Медет Хайбулла, студиямызға қош келіпсіз. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Сәлеметсіздер ме көрермендер. Шақырғандарыңызға рахмет. Жалпы бүгінгі бағдарламамызды бастамас бұрын өзіңізбен жақынырақ танысып алсақ, қай жақтың тумасысыз, қай жылғысыз дегендей? Мен 2006 жылғымын. Осы Жетісай ауданы Мақтал ауылында тұрамын. Мақтал ауылында Кенесары хан мектебінде оқып кеткенмін. Жалпы отбасыңызда нешінші перзентсіз? Отбасымда алғашқы перзент. Жалпы Айқанат олимпиадасына дейін қай мектепте оқыдыңыз? Жаңа айтқанда Кенесары хан мектебінде оқыдым, нөмір 62-ші. Енді ауыл мектеп оқушыларына арналған бұл байқау, байқаудың жалпы міндеттері мен мақсаттары қандай? Айқанат мектебінің негізгі мақсаты бұл ауыл балаларына жоғары деңгейдегі білім беру. Ауылдағы менмін деген немесе оқуға деген құштарлығы бар балаларды өзіне жинап, ынталандырып, сапалы да жақсы білім беру. Жалпы енді өзіңіз осы Кенесары хан мектебінде оқып жүрген сәтіңізде олимпиада туралы қайдан естідіңіз? Әлде сізге біреу ұсыныс тастады ма осы олимпиадаға қатысып көр дегендей? Бізде негізі ең алғаш ешкім ұсыныс тастаған жоқ. Бізде барлық мектеп, ол кезде 9-шы сынып оқыдым, ең алғашқы олимпиадаға қатысқан кезінде. 9-шы сынып кезімізде барша мектеп оқушыларын жинады. Ол кезде карантин уақыты болған болатын. 9-шы сыныптарды жинап, тест тапсырдық. Біз қандай тест екенін де білген жоқпыз. Айқанат деген тестпен болды. Есімді тест болды. Тапсырдық, шықтық, кеттік болды. Жалпы ешқандай дайындықсыз? Ешқандай дайындықсыз, информациясыз. Одан кейін хабар қашан келді? Хабар өттің дегендей. Қателеспесем 3,5 айдан соң айтты, Айқанат олимпиадасының 2-ші турына өттің деген. Енді олимпиадаға қатыспас бұрын оқушыларды іріктеу кезеңінен өткізеді екен. Сол туралы айтып беріңізші, қалай болады ол? Іріктеу кезеңі дегенде сол жаңағыдай 1-ші тур, 2-ші тур болады. 1-ші тур қазір кішкене басқаша болып тұр. Ал менің кезімде әркім өзінің мектебіне тапсырған болатын. Алғашқы турды, одан соң 2-ші турды ауданаралық, яғни Төреқұлов мектебінде солайынан оқушыларды іріктеп алып, Назарбаев университетіне барып 3-ші тур, яғни мектепке түсуге тест тапсырады. Осылайша біртіндеп жай-жай кезең-кезеңмен өте береді. Жалпы енді байқау жаратылыстану және гуманитарлық бағытта болып бөлінеді. Сіз қай бағытын таңдадыңыз? Қазіргі кезде жаратылыс гуманитарлық емес, қазір логикалық тұрғыда алып жатыр тесттерді. Осы жыл форматы өзгерді. Форматы өзгерді, ал мен тапсырған жылы мен гуманитарлық бағыт таңдаған едім. Жалпы қандай пәндер бойынша келді сұрақтар тестте? География, ағылшын, Қазақстан тарихы және қазақ тілі. Қиын болды ма? Айтарлықтай қатты қиын болған жоқ, бірақ қиыншылығы болды. Енді бұл Айқанат олимпиадасының өзге олимпиаданың ерекшелігі неде? Әділдігінде деп айтамын. Әділдігінде. Жалпы бір таңғаларлығы бұл олимпиадада ұтылған адам болмайды. Ұтылған адам болмайды. Өйткені жақсы нәтиже көрсетіп, жоғары балл жинап келген оқушылар мектепке түсе алмаған жағдайда жаңағы белгілі бір өздерінің арнайы бағдарламалары бар. Жаңа ұбт-ға тегін дайындалу деген сияқты. Сол туралы. Егер де оқушы 2-ші кезеңнен 3-ші кезеңге өте алмаса, немесе 3-ші кезеңнен республикалық кезеңнен мектепке өте алмай қалған болса, ол кісілер координаттардың қарамағында болады. Қазіргі таңда осы Айқанат, Түркістан облысының Айқанат олимпиадасының директорлері бар. Сол кісілер жаңа оқушылар өздерінің қарамағына алып, пас деген секілді тест тапсыртқызып, олардың деңгейін анықтап, деңгейін бақылау жасайды. Түсінікті. Енді жалпы сол бір күнге оралсақ, аудандықтан өттіңіз, 3 айдан кейін, 3,5 айдан кейін хабар келді деп жатырсыз ғой. Облысқа өткен кездегі сезіміңіз қандай болды? Байқау болады, тест болатын күн, сіздегі сезім қандай? Қаншалықты қорқыныш болды бойыңызда? 2-ші кезеңде ме, әлде 3-ші кезеңде? 2-ші кезеңде. 2-ші кезеңде аса айтарлықтай қобалжу болған жоқ. Ол кезде де білмедім мен Айқанат туралы. Бардым,
ары кетсе жаңағыдай грамота беріп шектелетін олимпиада шығар деп ойладым, жылда болады. Еш уайымсыз тапсырдым, шықтым. Мыңға жуық оқушы болды. Жалпы қанша максималды балл, қанша жинасаң өтесің дегендей бір белгілі бір ұпай қойып қойған ба? Жоқ, ұпай туралы бізге ешқандай айтқан жоқ, тек жаңағыдай бар болса бар шығар, бірақ бізге айтқан жоқ. Тек жоғары нәтиже көрсеткендер бойынша іріктеп алды болды. Жоғары нәтиже көрсеттіңіз, енді аудандықтан, жаңағы облыстан өттіңіз. Одан да екеуінен де хабарыңыз болмады. Бірақ республикалық кезеңге келген кезде бір хабардар болған шығарсыз, иә? Хабардар болдым. Қай қалада өтті жалпы тест? Негізі Айғанаттың 3-ші кезеңі Назарбаев университетінде өтеді жыл сайын. Ал мен барған жылы, ол кезде білсеңіздер карантин жылы болды, 2020-2021-де. Ол кезде Назарбаев университетіне жиналуға ешқандай жағдай болмады, жиналуға рұқсат бермеген еді. Сол себепті де бізді Қапшағайдағы Балдәурен лагерінде жинап, сол жерде 700 оқушы, Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған 700 үздік деген оқушыларды жинап, сол жерде тест тапсырған болатынбыз. Жалпы жаңағы айтып жатырсыз ғой, Қапшағайдағы неге бардық деп. Ол жерге біздің ауданнан сізбен қатар қанша оқушы барды? Біздің ауданнан 12 оқушы барды. Және де оның 2 оқушы мектепке өттік. Оның бірі мен болсам, екіншісі Жаңадала мектебінің Сейдахмет Жандәулет атты оқушысы. Жалпы онда қанша күн болдыңыздар? 5 күнге жуық болдық, жол есептемегенде. Арнайы жаңағы байқауға, тестке кірмес бұрын бір тренингтер, сабақтар өтілді ме? Бізде күн болды. Бізде барған күннен бастап бос уақыт болмады десем де болады. Бізде ары кетсе бір күнделікті тәртіп бойынша бір 20 минут қана демалыс болды. Бізде күнде таңертеңнен кешке дейін жоспарлы түрде спикерлермен кездесу болды. Әртүрлі тренингтер болды енді. Жалпы нақты қандай тақырыптарда? Жалпы нақты қандай тақырыптарда дегенде бізде онлайн оқудың пайдасы туралы айтты, миға шабуыл жасауды, күнделікті өмірдегі жүріс-тұрыс, тағы сол секілді адамның өзіне байланысты тақырыптарда. Жалпы енді еліміздің Інжу Маржаны Бурабайда балалар білім алады, бір жағы дем алады. Өзіңіз енді Бурабай хай скул мектебіне оқуға түстіңіз. Қашан естіңіз? Қалай болды, қалай бардыңыз? Алғашқы сезім қандай мектепке кірген, табалдырған аттағандағы? Сол туралы бір. Мектепке түсіп қойғаннан соң, қатты уайым болды. Анда көптеген білімі жоғары оқушылар. Енді Бурабайға өмірімде бірінші рет бардым. Тек кітаптан оқып жүрген нәрсе болған соң, өмірде көрген басқаша болады екен, табиғат басқа. Шынымды айтсам, орманды ең алғаш рет сол кезде көрдім десем де болады. Бардым, кірдім мектепке, көптеген жаңа оқушылар, жаңа ұстаздар, оқу форматы басқаша, тәртіп, жатақхана тәртібі бар, сол секілді әртүрлі жаңа таңсық дүниелермен танысып, таңғалған болатынмын. Жалпы енді ол мектептің жылдық төлемақысы 6,5 миллион теңге, қателеспесем, сондай болу керек, мен де нақты білмеймін. Біз солай естік негізі. Енді сіз өз күшіңізбен грант иеленіп, сол жерде тегін оқып жатырсыз. Мектепке осылай орналасты, мектепке оқуға түсті деген сөзді естіген ата-анаңыздың эмоциясы қандай болды? Көздеріне жас алды, жылады. Сізбен бірге барып көрді ме жалпы өздері? Жоқ, бізді карантин болған соң ата-ана болған жоқ. Тек оқушыларды апарды, өзіміздің ұстаздарымызбен бізге қарайды. Жалпы енді осы Айғанат олимпиадасына қатысып, осы дәрежеге жетуіңізге жаңа бағыт-бағдар беріп, өзінің білгенін үйретіп жүрген жандар кімдер? Оларға не айтар едіңіз? Белгілі бір алғыс айтып дегендей. Негізінен мен Айғанат олимпиадасына қатысуыма тікелей себепкер өзімнің Кенесархан оқып кеткен мектебім Кенесархандағы Мұхан деген ағайым бар еді. Сол кісі әрқашан Айғанатқа қатыс, анда көптеген мүмкіндіктері бар деп ынталандырған, сол ұстазыма рахмет айтқым келеді. Мектепте қандай бағамен оқыдыңыз? Мектепте сол 5-4 жақсы нәтиже көрсетіп жүрдіңіз, иә? Жалпы өмірде кімді өзіңізге үлгі тұтасыз? Кімге еліктейсіз деген? Өмірде өзімнің ағамды үлгі тұтамын. Ол кісі әрқашанда
өзің дұрыс ұстауды, өмірде өз жолын табу туралы әртүрлі кеңес бағдарлар айтып отырады. Енді былай елестетіп қарасақ, сіз Айқанат мектебіне оқуға түспедіңіз. Өміріңіз қалай болушы еді, қалай елестетуші едіңіз? УПД-ға қатысып дегендей. Білмеймін, ол туралы ойламаппын негізі, бірақ егер мен түспегенімде қазір өз мектебімде әлі оқушы едім. Шынымды айтсам, ағылшын деңгейім төмен болатын еді. Және де көптеген шетелге түсу туралы бағдарламаларда көптеген адамдарды танымаған болар едім деп ойлаймын. Қазіргі таңда сол мектепте, Бурабай хай-скул мектебінде 11-ші сынып оқисыз. Жалпы ол мектептің өзге мектептен ерекшелігі неде? Тәртібі қандай? Жалпы мектеп туралы айтып өтіңізші. Мектеп бізде білетіндеріңіздей, бізде Айқанат хай-скул мектебі қасында жатақханасымен бар. Жатақханада осы жылы 302 оқушыдай оқиды, қателеспесем. Және де бізде жатақхананың жеке тәртібі бар, мектептің жеке тәртібі бар. Мысалы, қоқысты жаңағыдай өз сортымен сортировать ету, сол секілді. Негізгі мектептің ерекшелігі ол әдеттегі мектептердегідей барлық пәнді оқи бермейсің. Онда тек өзің бейімдік пәніңді таңдап, сол арқылы тереңдеп оқисың. Мысалы, егер мен егер дегенде мен қазір физика-математика пәнін таңдап отырмын. Тек сол физика, математика және де міндетті түрде 3 тіл, одан соң информатика пәні міндетті түрде, осы 7 пән менде. Жалпы енді Айқанат мектебіне оқуға түспес бұрын жаңағы Кенесары хан мектебіне оқыдым деп отырсыз ғой. Сонда оқыған сыныптастарыңызбен қазіргі таңда араласып тұрсыз ба өзіңіз? Негізі өз сыныбымда оқыған сыныптастармен араласып тұрамын, бірақ параллель оқыған сыныптастармен аса қатты араласып жүрген жоқпын, бірақ негізі сәлем түзу. Тамаша. Енді Айқанат балаларға не береді? Соның ішінде сізге не берді? Айқанат мектебі қазақи құндылықтарға негізделген мектеп. Негізінен онда ұстаздармен ешқандай қорқусыз, жеке сұхбатта сөйлесіп, іштей ашылуға болады. Және де бізде негізгі ерекшеліктің бірі ол ұстаздармен әрқашан ассалаумағалейкум деп қолды көкірекке қойып амандасамыз. Сондағысы бізде рухани жағынан нәр берді деп айтсам болады. Жалпы енді Айқанаттан кейінгі өміріңіз қалай өзгерді? Жаңа орта, жаңа достар. Жаңа орта, жаңа достар, көптеген ұстаздар, білікті шетелдерге түсуге деген мүмкіндіктер, Қазақстандағы универлердің рейтингі, оны былайша да білуге болады, бірақ негізі сол туралы көптеген ақпарат алдым. Жалпы енді өзіңізді 10 жылдан кейін қалай елестетесіз? Білмеймін, нақты елестетіп көрмеппін, бірақ бұйыртқан болар. Бір белгілі бір салада автомобиль жасау саласында елестеткім келеді өзімді, әрине, Қазақстанда. Жалпы өмірде өзіңіз неден қорқасыз? Өмірде өз орнын таппай қалудан қорқамын. Тамаша. Енді кеше ғана ауданымыз Айқанат олимпиадасының бірінші кезеңі өтті ғой? Онда өзіңіз де болдыңыз. Жалпы ол жердегі байқауға қатысуға келген оқушылардың ынтасы қандай байқауға деген? Керемет. Оларда өйткені қазір барша мәліметтер бар. Барлығын біледі мектеп туралы, мектептің сыртқы көрінісін де көрді. Және сол мектепке ынталанып отыр. Яғни ынтасы бар адам ол мақсат қоя біледі, мақсаты бар адам ол әрқашан соған жетуге тырысады деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді жаңа Қазақстан деп жатырмыз ғой, жаңа Қазақстанды бірге құрайық дейміз. Өзіңіздің ойыңызша жаңа Қазақстанды қалай елестетесіз? Жаңа Қазақстан коррупция. Негіз болмайды коррупция. Ол туралы жауап бермей қойшы, саясат туралы сөйлеуге кіріп жоқ. Жоқ, сіздің ойыңызша саяси тұрғыда жауап берудің қажеті жоқ. Мысалы, айтып жатырмыз ғой енді. Сөз еркіндігі. Иә, сөз еркіндігі. Енді сіздер сияқты жастардың қолында бір ерекшелік болады деп ойлайсыз ба? Болатын негіз болу қажет дүние деп ойлаймын. Өйткені әрбір
елін сүйген патриот азаматтар ұлтқа қызмет етуге асығады деп ойлаймын. Яғни ұлтқа қызмет ету ол жаңағыдай Айқанат секілді балаларға мүмкіндік беретін мектептер ашу, балаларды ынталандыру, яғни болашақ жастардың қолында деп айтады ғой. Сол секілді ескі көзқараспен емес, жаңа көзқараспен өмір сүру деп ойлаймын. Жалпы енді сіз 18 жасқа толмағансыз, қазіргі таңда. Енді алда саяси дода келе жатыр, сайлау, хабарыңыз бар ғой. Жалпы 18 жасқа толсаңыз, өзіңіз кімді қолдайтын едіңіз? Кімді президенттік орынға лайық деп көретін едіңіз? Менің ойымша, өзіміздің қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев президент болуға лайықты секілді. Не үшін? Өйткені жаңа Қазақстан идеясын ашты, жастарды қолдау, болашақ жастардың қолында деп айтты. Жалпы бастамалары жақсы. Әзірге жақсы. Әзірге жақсы. Енді сол неде президенттік үміткерлер қатарында әйел адамдар бар ғой? Бір емес, екі бірдей әйел заты бар. Жалпы елді қаншалықты әйел адамның басқарғаны орынды деп ойлайсыз? Енді қазақта айтады ғой, әйел бастаған көш оңбас деп. Сол сияқты. Сол туралы айтпай-ақ қояйын деп отырмын, негізі осы кейін. Айта беріңіз. Онда тұрған ешнәрсе жоқ. Швейцарияға кіргізбей қойыңыз. Кіргізеді. Менің ойымша, енді қанша дегенмен елдің билігін ер адам ұстаған дұрыс деп ойлаймын. Бірақ енді әйел ұстаған, әйел кісі билік еткен мемлекеттерде бар ғой, мысалы кешегі Елизабет II қайтыс болғанға дейін Ұлыбританияның 90 жылға жуық, қанша 70 жылға жуық не істеген еді ғой, билікке келді. Бірақ аса қатты айтарлықтай неде жоқ, жақсы басқарды деп айтуға болады. Бәлкім білікті әйел кісі болса басқара алатын болар. Жалпы үміткерлерді былай өзіңіз зерттеп көрдіңіз бе жаңағы президенттікке? Жегули Дайрабаев бар оның қатарында. Бір түртіп аларлықтай деген. Енді әрқайсысы өзінің жақсы тұстарын айтып жатыр, өз-өздерін таныстыруда, бірақ меніңше бәрібір өзіміздің ескі президентімізге жетпейді деп ойлаймын. Өзіңіздің артыңызда іні қарындастарыңыз еріп отыр. Қазіргі таңда сол Бурабай Хай Скул мектебіне оқуға түсемін деп үміттеніп отыр. Жалпы артыңыздан ерген іні қарындастарыңызға қандай ақыл кеңес айтасыз? Еш уайымдамаңдар. Ең бірінші алдыға мақсат қоя білсек, соның өзі жеткілікті. Және сол мақсатқа қойып қана қоя салмай, соған әрекет жасау бұл әрқашанда жетістікке әкелетін жол. Жалпы бүгінгі бағдарламамызды өзіңіздің алға қойған жоспарларыңызбен қорытындыласақ. Не жоспарлайсыз дейсіз ба? Не деп айтасыз? Алдыға қойған жоспарлар дегенде ең алғашқы жоспар оқуды аман-есен аяқтау, ұбт нәтижесін орта балдан жоғары немесе жоғарғы балл көрсеткішін жинау. Егер мүмкіншілік болса IELTS немесе SAT тесттерін тапсыру арқылы одан да жоғары балл жинап, енді бұйыртқан университетке, шетелге немесе Қазақстанның жоғарғы оқу орындарына түсу. Және сол жерде өз білімімді жетілдіріп, Қазақстанға септігін тигізетін азаматтардың қатарында болу. Өте тамаша. Енді осы эфирді пайдаланып, сыныптастарыңызға, ата-анаңызға бір өзіңіздің сәлеміңізді жолдауға болады? Барша мен танитын кісілерге сәлем жолдаймын. Тамашалағандарыңызға рахмет. Жалпы білім адам баласына ортақ қазына ғой. Енді әркім өзіне шама шарқынша, керегінше, қажетінше алады. Енді сізге осы бағытыңыздан таймаңыз, тек қана биік белестерден көріне беріңіз деп тілейміз. Аман болыңыз. Жаңағы мектепте тәлім алған, білім алған мұғалімдеріңіз мақтанатындай бір азамат болуыңызға тілектеспіз. Қымбатты телекөрермендер, осымен біздің кезекті бағдарламамыз тәмам. Көріскенше аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Лаура Алпысбай. Ауыспалы өмірде асықтарыңыз алшысынан түссін. Аман сау болыңыздар.